Сәлем достар, сіздермен бірге Аралбаева. Бүгін сіздермен клиникалық өлімнен аман қалған Ұлыбритания тұрғыны Келвин Хилл өзінің жүрегі тоқтап қалған соң не көргені туралы айтатын боламыз. 55 жастағы азамат сирек кездесетін ауру кальцифилакциядан зардап шеккен. Бұл кальцийдің тері мен майлы тіндердің қан тамырларына жиналуынан туындайды. Ауру жүрек аурулары бар адамдарда кездеседі. Бірде Хилл жүрегіне операция жасағаннан соң қатты қан кетіп, дәрігерлер ештеңе істей алмаған. Сол кезде ол 2,5 литр қан жоғалтып, салдарынан оның жүрегі тоқтап қалды. Хилл осы клиникалық өлім сәтінде өзінің қайтыс болғанын түсінгенін жеткізді. Дегенмен айтуынша қорқыныш сезімі емес, асқан тыныштықты сезінгенін есіне алды. Тіпті ол дәрігерлердің өмір үшін қалай күресіп жатқанын сырттай бақылап тұрған. Мен денеме қарамадым, бірақ бәрін сыртынан көріп тұрдым. Не болып жатқанын түсіндім, бірақ еш үрейсіз тек тыныштықты сезіндім. Қансырап жатқанның ауыр екенін білдім. Мен тіпті өлгенімді де білдім, алайда кейін ұйықтап кетіппін. Оянсам қан тоқтап қалыпты, өмірге келгенмін. Уақытым әлі келмегенін сезген сияқтымын, деді Кевин Хилл. Хилл қазір ауруынан толықтай сауыққан. Дәрігерлер оны ғажайып адам деп атауда. Өлімге жақын болу оған өзінің басымдылықтарын қайта қарауға көмектесті. Оның айтуынша ауруханадан оралғаннан кейін отбасындағы атмосфера айтарлықтай жақсы жаққа өзгеріп, өзі де күйзеліске төзімді әрі күшті бола бастаған. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.